Bismillah. Assalamu alaikum. Армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Жұмадан жарқын бүгілі. Осы менің лекциямды тыңдағаннан кейін әртүрлі ауруларға байланысты маған хабарласып, өздерінің ауру жағдайларын айтып, сонымен соған байланысты шөп дәрілер арқылы емделуге өздерінің ниеттерін білдірген. Сонымен бірге осы шөп дәрілерге заказ қабылдаған болатынбыз. Мына карантин деп, карантинға байланысты бұл шөп дәрілердің біздің қолымызға жетуі өте ұзаққа созылып кетті. Сол үшін де өздеріңізден кешірім өтінемін да ерекше сондай қиындықтар туылып жатыр. Қазір Құдайға шүкір, енді осы бірнеше күн болды, дәрілер келді. Енді сол дәрілерді дайындап отырмыз. Сонымен осындағы дәрілерді көпшілікпен таныстырып, өздеріңізбен бөлісуді жөн көріп отырмын. Бұл дәрілердің ішінде осы жолғы заказ қабылдаған дәрілерде 20 неше түрлі дәрі бар мұнда. Негізі 21 түрлі дәрі. Соның ішінде бізден осы дәрілерге тапсырыс берген кісілердің ауруларының ішінде жоғары қан қысымы ауруына арналған шөп дәрілер бар. Енді оның барлығы рецептпен дайындалып беріледі, әрине граммдары бойынша өлшеніп отырып, араластырып қосылады. Мысалға айтар болсақ, мына дәріні осындай дайындаймыз, осындай мөлшерде. Мысалға мынау бізде бір Көкшетауда бір тәтеміз осы ютубта менің лекциямды тыңдағаннан кейін маған хабарласып, өзінде жаңағы өкпеде түйін тастау ауруы бар екен. Бұл өкпенің созылмалы ауруы ол. Соған байланысты бізге заказ берген. Сол дәрілер енді келді міне. Осындай үлгіде дайындалады. Мысалға мынанда осындай пакеттен 30 пакет болса, бір айлық дәрі болады. Мынау бір күндік мөлшердегі дәрі. Енді осы ауруға байланысты мынаның ішіндегі дәрілердің құрамдары, мысалға мынау сары түсі томаға шөп деген сияқты араласпа дәрілер мынау осындай үлгіде дайындалады. Енді мынау бір көрсетіп отқан түсінікті болу үшін көрсетіп отқан жағдайымыз осылай. Басқа да аурулардың ішінде жоғары айтқанымыздай жоғары қан қысымын емдеуге арналған шөп дәріден дайындалған рецепттер бар. Оны өзімізде осы бір Алматыда өзімізге мен жұмысыма жақын бір кісі ағамыз келіп мені жолығып сол дәріге тапсырыс берген болатын. Одан кейін тағы да осы Алматы облысынан бір тәтеміздің аяғына, қолына жаңағы экзема, қазақша айтқанда шілде қотыр немесе сулы теміреткі деп аталатын терінің созылмалы ауруы. Бұның көпі кезген аурулардың бірі. Бұның да шөп дәрілері осында бар. Мысалға шалфей. Бұның құрамында шалфей бар, одан кейін жусан. Жусанның түрі көп әрине. Одан кейін көсін деген шөп дәрілер. Сол рецептке дайындалады сол ауруға. Одан кейін тағы бір Шымкенттен бір көрерменіміз хабарласып, өзі келді сол бір күннен кейін. Мені сол ютубтан көрген болатын, сондай сенім танысып келді, жолықты. Оның жігіттің жаңағы өтінде тас бар екен, соған байланысты заказ берді дәрілерге. Ол тас ертетін дәрілер, мысалға шұқат, барқыт жалғыз деген дәрілер, тарғақ шөп, тағы да жусан қосылады мысалға. Сондай рецептпен дайындалады. Сосын тағы да Шымкенттен мені көрмеген кісілерді тек қана менің видеомды сол менің ютуб арнамнан лекциямнан тыңдаған, мені көрмей-ақ соған сенім артып бізге телефон арқылы, WhatsApp арқылы әлеуметтік желілерде хабарласып, осы өздерінің аурулы жағдайларын айтып, соған байланысты дәрілерге заказ берген. Мысалға ол кісілерге де рахметімізді айтамыз. Сондай көрмесе де тек интернет арқылы өздерінің сол сенімділігін танытып отыр. Бізде солардың сенімін ақтауға тырысамыз, иншалла. Мысалға сол Шымкенттік бір жігіт созылмалы панкреат, яғни созылмалы ұйқы безінің қабынуы. Бұл көп кездесетін аурулардың бірі бұлда. Оған жаңағы рауағаш. Мынау рауағаш одан кейін мынанда өнімін ұнтағы немесе ағайдағы ұнтағы деп аталады. Бұл 10 молекуласы бар күріш натрий мысалы химиялық формуласы. Осыларды қосып дайындаймыз. Одан бөлек бізде сол Қостанай облысынан бір көрермендеріміз хабарласқан болатын. Олардың
айткан аурунун диагнозу коронавирусқа жүгүндалган экен. Сол коронавирус катты өрүшүп таралган кезде жолдасы больницада жатып, кийин кайтадан чыккан экен. Энди кайтадан калпына келүү баскычында тур да, мисалга. Ого байланыштуу осунда күрделүү рецепттер бар. Курамында мисалга карагай саңырау кулагы дейт. Мисалга мына ушу карагай саңырау кулагы деген. Одан кийин мыналар мисалга жусан. Bunun içinde жаңағындай боз жусан деген болот, ак жусан деген болот, кара жусан, аш жусан, жусан түрү көп жалпысы. Бизге керектисин өзүбүз алдык, мисалга осы ооруга. Одан кийин муудан гүлүнүн кабыгы деген шөп бар. Мисалга жана коронавирустун кайтадан калпына келүү баскычына өткөндө кошулатын рецепттердин курамында бар. Содан бөлөк тустагаш жапырагы. Тустагаш жапырагы мисалга мына ой сана деген шөп менен де ыстык болса, айдайда жүргүзүлөтүн шөп. Мына тустагаш жапырагы. Осы косулады. Одан башка тагы кызыл мыя, магнолия агашы, томагаш шөп деген сыяктуу шөптердин күрделүү рецептинен дайындалады. Мына болсо баркыт жалбыз. Бул баркыт жалбыз дегенimiz өттегі тасты эритүүгө, таста түшүрүүгө колдонулат. Колдонуlan чөпдөрүлөрдүн бири. Аралыктарда сайсагыз деген шөптер бар. Кан кысымын түшүрүүнү төмөнөтүүгө колдонулат. Ол жаңа шалфей менен бирге косулуп иштетилет. Башка шөптердин кызмыялар барында. Сосын томагаш шөп, мына томагаш шөп. Бул да сол коронавирус эмдеген немесе жанагы өкпө ооруларын эмдеүүгө көп колдонулат шөптердин бири. Кызыл мыя бар, сосын кызыл мыя, сосын бул да сол тыныс жол ооруларына көп колдонулат дарилер. Мына вактаспа, бул иммунитет көтөрүүгө көбүрөөк колдонулат мисалга. Осы шөптер келди. Кудайга шүкүр, энди убакыт созулса да айтуу. Енді осыны таратып, аурулардың қолына жеткізуге вақытында тырысам. Дәрі, қандай да бір шөп дәрілермен өздеріңізге тағы да бір кеңес. Енді шөп дәрі әрине ол табиғи Алланың жаратқан жаратылыс болғаннан кейін оның құрамындағы әртүрлі қосылыстар немесе элементтер болсын, ол сол Алланың адам денесіне сай келтіріп жасаған қасиетті дәрмек есебінде болғандықтан, сондықтан оны басқа ағзаларға зиян аз болады. Мысалға бүйрекке, бауырға оның кері әсерлері өте аз кездеседі. Көп деген шөптердің құрамы адам ағзасына көп кері әсер болмайды жалпысы. Оның қасиеті солай. Сондықтан шөп дәрімен емделуді қалаған кісілер бізбен хабарласуларыңызға болады. Өздеріңіз ауру жағдайыңызға байланысты біз осы рецебін дайындаймыз. Одан кейін дәрілеріңізге заказ кетеді. Оны күту керек. Мынау карантин қысқасы өте ұзақ уақыт осы дәріміздің қолына тиюіне өте көп кедергі келтірді. Енді бәлкім алдағы уақытта бұл мәселелерді оңтайлы шешім табады деп ойлаймыз. Сондықтан да шөп дәрілермен емдеуді қаласаңыздар, бізге маған дәріге Жұмада Жарқынбекұлына хабарласа аласыздар. Менің телефон нөмірім немесе WhatsApp нөмірім 8747 521 7553. Ағайын, ауырмаңыздар. Келесі эфирде амандықта кездескенше ел аман жүрсінші болсын. Алла елімізді осы індеттен аман есен алып шықсын. Жақсы күндерде жолығайық.